Biz сол тақырыпты ары жалғастырамыз. Біз бүгін адам денесі рецепторлары деп аталатын сабақты өтеміз. Рецепторларды өтпес бұрын біз сезім мүшелерін есімізге түсірейікші. Адамда 5 түрлі сезім мүшесі болады дедім. Бұлар есту, көру, сипат сезу, дәм сезу, иіс сезу деп айттым. Ал соны бүгін біз ары осы тақырыпты жалғастырамыз. Бірінші рецептордың не екеніне анықтама берейік. Себебі біздің бүгінгі сабағымыз рецепторлар туралы болған. Сонда рецептор дегеніміз не? Рецептор дегеніміз бұл сезімтал жүйке құштары. Рецептор деген сөз латын тілінен алынған. Латын тілінен алынғандар латын тілінен алынған. Бұл қабылдаушы деген сөздер. Естеріңізде болса, әрбір анализатордың сезім мүшесінің өзінің рецепторлары болады. Есіңізге түсірсек, көздің рецепторларын фоторецепторлар дейміз. Себебі ол жарыққа өте сезім табылады. Жақсы балалар, бейне сабақты мұқият тамашаладық. Оқулықтан таныстық, жалпы мәтініне енді сол білімімізді алғандай ұстау мақсатында, толықтыру мақсатында бірнеше тапсырма орындаймыз. Әр топқа әртүрлі тапсырма беріледі. Бірінші топқа қарапайым бос орынды толықтыру тапсырмасы. Екіншіге сәйкестендіру тапсырмасы. Үшінші топқа бос және бос тапсырмасы. терморецепторларға қосылған температурасының өзгеруіне суыққа жылуға Жақсы, екінші топ болды. Қалған топтар. Екінші топтан жауап берейік. Терморецептор бізде температураны сезеді, мехнорецептор бізде ауысуды сезеді, ірі қысыммен жатқанын сезеді, ноцицептор бізде ауысуды сезеді. Келмейді, нақты айтайық, иә олар? Келесі екінші топ. Келесі жауап берейік. терморецепторлар тек суықты ғана сезеді. Бұл бұрыс. Ал дұрыс жауап, олар тек суықты ғана емес, олар температура, яғни жылуды да, суықты да, және суды да сезеді. Ал механорецепторлар ол жанасу мен қысымды сезеді. Ол дұрыс. Ноцицепторлар олар ауысыну сигналын қабылдайды. Ол дұрыс. Барлық тері рецепторлары бірдей қызмет атқарады. Бұл дұрыс. Олар әртүрлі қызмет атқарады. Жақсы, дұрыс па балалар? Бірінші топ жауап беріңіз.
терінің температура сезетін рецепторлары терморецепторлар деп аталады. Жаңа су қысым дірілді сезетін рецепторлар механорецепторлар деп аталады. Ауыр суыңды қабылдайтын рецепторлар ноцицепторлар деп аталады. Терісіндегі рецепторлар туралы жалпы теорияда танысты иә бала, қанша түрі болады екен? Қандай түрдері бар екен рецепторлар? Терморецепторлар, механорецепторлар, ноцицепторлар. Тамаша. Енді сол рецепторлардың қызметін ағарада тағы да ашу барысында, ашу мақсатында бірнеше тәжірибелердің барысын беріп, сендер жасап көріп, өздерің нақты бақылап, қорытындысын шығарамыз. Сендерге қажетті заттар алдыларында бірінші тәжірибе ыстық суықты сезу деп аталады. Сендерге арнайы әдістер берілді. Өздерің теориялық білімдерін пайдалана отырып, осы тәжірибені іске асырып, маған нақты бақылау барысымен қорытындысын айтыңдар. Екінші тәжірибе екі нүктені сезу деп аталады. Қажетті құралдар берілді. Мақсатымыз механорецепторлардың сезімталдығын анықтау, барысын және бақылауы түрде қорытындысын айтасыңдар. Келесі топта бізде рефлекс жанры деп аталады. Осы тәжірибені жасап, басқа топтар сияқты барысын және бақылау және қорытындысын айтамыз. Екі сағаттан қысқа алып. Балалар айтасыз ба? Бір стоп. Екі. Олай болса тәжірибемізді түсіндіруге жол береміз. Бірінші қай топ бастайды? Қане, кім дайын? Қане бірінші топ бастай қойыңдар. Бұл біздің тәжірибемізде ыстық пен суық суларды сезу. Бізде үш ұтыс берілген, және бұлардың біздің ең бірінші мақсатымыз бұл терморецепторлардың жұмысын бақылау болады. Және бізде қажетті құралдар үш ұтыс су. Бірінші суда бізде бірінші ыдыстағы суда ол ыстық су, және екінші ыдыстағы ол бізде суық су, ал үшінші ыдыстағы су ол біздің бөлме температурамыздағы сулар болып табылады. Және біз осылардың қазір қалай болатынын, қалай сигнал беретінін анықтайтын боламыз. Және біз қазіргі таңда осы суық су мен ыстық суға қолымызды салған кезде 30 секундтан ары қарай ұстайтын боламыз. Және бұл ыстық су мен суық суға қолымызды салған кезде біздің бір қолымыз суықты сезеді, ал екінші қолымыз ыстықты сезеді. Ал егер де біз өзіміздің бөлме температурамыздағы суға салсақ, онда біздің қолымыз лезде жылып шығады. Әрине ол тастай судан кейінгі. Және бақылау бір су, екінші су, бірінші суды ыстық сезсе, ал екінші суды басқа суық сулар сезеді. Және қорытынды бізде терморецепторлардың жұмысын бақылау, және сол арқылы біз қалай сигнал беретінін анықтай аламыз. Және
терморецепторлар дегенimiz ол қоршаған ортадағы суық суларды және ыстық суларды сезу болып табылады. Бізге берілген тәжірибе ол рефлекс жылдамдығы болады. Бізге алдымен екі оқушы қажет болады. Бізде бұл жердегі тәжірибенің мақсаты ол қорғаныш реакциясын басқару болады, бақылау болады. Бізге қажетті құрал-жабдықтардан тек сылғыш қана қажет болады. Жұмыстың барысында бізге екі оқушы қажет. Бір оқушы үстелге отырып, қолын партаға қояды, және де бір қолын көтеріп, ол саусақтарын ашып отырады. Ал екінші оқушы сол сылғышты жоғарыдан жібереді. Сонда партада отырған бірінші оқушы бұл сылғышты ұстап қалады. Және де біз бұл жерде оқушы сызғышты қай жерге дейін ұстағанын бақылай аламыз. Ол 26 сантиметр. Яғни біз бұл жерде рефлекс жылдамдығын анықтай алдық. Қорытындылай келген кезде жүйке жүйесі мен рецепторлар ақпаратты тез жеткізіп, оны қабылдай алады. Сонымен қатар бұл жерде механорецепторлар қолданылып отыр. Механорецепторлар олар кез келген механикалық әсерге жауап беретін рецептор. Екінші топ. Сіздердің тәжірибеңіздің атауы біздің тәжірибеміздің атауы механорецепторлардың сезімталдығын анықтау. Біз бұл жерде екі тіс жұлғышты қатар ұстап, саусағымыздың ұшына жеңіл тигіздік. Содан кейін алақанымызға қойғанда саусақ ұшынан екі анық нүкте көрінді. Қорытындылай келе механорецепторлар саусақ ұшында көп кездеседі. Жақсы бала, тамаша. Енді ары қарай сабақ барысында жағдаят сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және бірнеше шығармашылық тапсырма орындаймыз. Бірінші топқа жағдаяттық сұрақтар өздері оқып, теориямызды жасаған тәжірибе барысын пайдалана отырып, өмірмен байланыстыра отырып, сұрақтарға жауап береміз. Қалған екі топқа шығармашылық тапсырмалар, яғни терморецепторлардың жұмысын шағын схема немесе сурет түрінде сипаттап көрсетеміз. Ал, қайдан жұмысты бастайық олар. Бізге берілген тапсырма ол тері рецепторлардың жұмысын түсіндіретін шағын схема сызу. Бізде схемада келесі элементтер болу керек. Ол тері, рецептор, жүйке жүйесі және де ми. Бізде бірінші ең алдымен теріге сыртқы ортадан қандай да бір әсер берілу керек. Рецептор бойынша әсер берілу керек.
мысалға алатын болсақ, ыстық, суық, жанған су немесе ауырсыну тәрізді. Екіншіде бізге терідегі арнайы сезімталғыштар бұл әсерді қабылдап, оны жүйке жүйесіне пульске айналдырады. Үшіншісінен жүйке талшығы. Бұл импульс сезімтал жүйке талшықтары арқылы электр сигнал ретінде жоғары қарай орталық жүйке жүйесіне беріледі. Төртінші ми. Бұл миға сигнал беріледі. Сигнал мидың тиісті бөлігіне жетіп отырады. Осылайша бізде жұмыс жасайды. Бізде тапсырма жағдаяты сұрақ. Аружан қолын ыстық шайға тигізіп алды. Біз мына сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Ең алғаш Аружанның сезгіш рецепторлары ол шайдың ыстық екенін сезді. Одан кейін ол ақпарат аралық нейрондар арқылы жүйке жүйесіне жетті. Сосын ол сигнал беріп, қозғалтқыш нейрондар арқылы бұлшық еттер қимылдап, ол шайдан қолын тезірек судан татып алды. Қандай сұрақтар бойынша сұрақтарды оқып жүрші? Қай рецепторлар алдымен тіркелді? Бұл ақпарат жүйке жүйесіне қалай жеткізілді? Неліктен қолын тез тартып алды? Тері, эпидермис, дерма, тері асты майы. Рецепторлар, терморецепторлар, механорецепторлар, нонерцит рецепторлар. Жүйке талшығы ақпараттан миға жеткізеді. Ми соңында миға жетеді. Балалар, сабағымызды ары жалғастырамыз. Ойымызды жинақтап, кішкене серік алу мақсатында қарапайым орынбол тапсырмасы. Бізде мына жақта тері рецепторлар берілген, теріден тыс рецепторлар берілген. Сәйкесінше екі бөлімге бөліп, тиісті ұғымдарды апарып сәйкестендіреміз. Бірінші тапсырма бойынша бірінші сұрақты оқиды балалар. Сосын тиісті, яғни теріге болса, тиісті болса тері рецепторға, теріден тыс болса теріден тыс рецепторға апарып ұяшыққа орналастырамыз. Бірінші сұрақ бойынша Мадина шығады. Сұрақты оқимыз. Температураны ең біріншісі Температураны қысымды алуды қабылдайды. Мысалы, бізде тері рецепторлар және теріден тыс рецепторлар болады, және қол бізде тері рецепторларына жатады. жақсы киініп келсеңіз, иә олар жақсы арқадай отыра ғой. Келесі бойынша Айзере шығады. Егер тамақ өте ыстық болса, онда температурадан басқа ауырсынуды сеземіз. Бұл бізде теріден тыс рецепторлар жатады. Келесі Нұрай. Тірек қабатында орналасқан циркулар қысымы жоғары жанасуды қабылдайды. Бізде тері рецепторлар. Нұриден келесі сұрақ қойып. Бұлшықеттер сіңірлі, кейбір сілемейлі қабықшада болады. Олар теріден тыс рецепторлар. Келесі сұрақ бойынша Әнім. Терморецепторлар қоршаған ортаның өзгеруіне жауап береді. Бұл бізде тері рецепторлары. Келесі сұрақ бойынша мысалы бізде Ерзат. Güneş arqılı o'tgan tomaqning temperaturasi belgilay olamiz. Келесі сұрақ бойынша. Жарасыздық пайда болған терезі. Келесі бізде пайда болды. Келесі сынақ
derecesine qaramiz, sonra bizga qoldi ya'ni kesishgan. Sizga